Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Менің атым Ертай Қуанышев. Біз CSS бойынша 3-ші сабақты бастаймыз. Енді 3-ші сабақта біз орысша айтқанда конкретно түрде CSS пен айналысуды бастайтын боламыз. Енді бұл сабақта біз не қарастырамыз? Бұл өте маңызды сабақ, сондықтан міндетті түрде зер салып қараймыз. Мен ұсынам 3-4 рет қарап шыққаныңыз дұрыс болады. Енді бұл сабақта біздің негізі қарастыратынымыз CSS арқылы белгілі бір элементке қалай, мысалға, элементке қалай өзіңе алуға болады. Яғни өзіңе алғанда CSS пен белгілі бір элементті қалай байланыстыруға болады, сол жағын қарастырамыз. Оны байланыстырудың қандай тәсілдері бар деген сияқты. Енді бұл сөзден көп адам ештеңе түсінбеуі мүмкін, сондықтан тәжірибе жүзінде көшетін боламыз. Мысалға, мына жерге мен жазам H1, мына жерге мысалға Ертай кез келген сөз жазам осылай. Мына жерге сілтеме жазам мысалға. Бұл сілтемені қалай істейтінін сіз білесіз деген ойдамын. Бұны біз CSS туралы курста қарастырған, CSS деп HTML бойынша курста толық қарастырдық. Title. Міне осылай. Немесе кез келген біз қандай тег қарастырдық, соны жаза берсек болады. Таблица болсын, мысалға сілтеме, немесе басқа бір элемент болсын, осының бәрі. Енді мына жерде көріп отырғанымыздай жай ғана параграф, мына жерде тақырыпша, мына жерде сілтеме тұр. CSS-тің көмегі арқылы бұлардың, мысалға алатын болсақ, мына параграфты өзгерттік, немесе мынаны қалай белгілі бір элементін өзгертуге болады, соны қарастыра кетейік. Енді CSS-тың принципіне көшейік, жұмысты принципіне, ол мына жердегі ереже бойынша мынау CSS мынада ережені құжатқа енгізіп тұр. Мысалға, мынау айтады, параграф деген тегтің бәрінің жалпы ішінде қандай мәтін болса, соның бәрін жасыл түсте қыласың деп тұр. Яғни міне сол айтқандай мына жерде жасыл түспен тұр. Яғни мына жерде айттық, жасыл түс дедік, жасыл түспен тұр. Color деген, түсі деген сөзі қазақша. Жасыл түспен тұр. Егер қазір мен мына жерге тағы да параграфпен бірдеңе жазатын болсам, мысалға мынаның астына мен екеуін жазайын, үшеуін жазайын, бәрі бірдей болады. Мына жерде міне бәрінің түсі бірдей. Мына жерде бәрінің түсі бірдей. Мына жерде бәрінің түсі бірдей. Яғни бұл CSS өзінің ережесі бойынша айтып тұр. Параграфтың бәрінің түсін жасыл түспен қыл деп тұр. Енді бізде мынадай сұрақ туындайды. Яғни менде мысалға параграф бар, ал енді H1 мен сілтемені қалай өзгертемін деген сияқты. Ол өте оңай. Жай ғана мына H1 деп жазамыз, мына жерге параграф деп жаздық мысалға. Оның түсі осындай болады. Енді H1-дің түсін алайық. H1-дің түсі мысалға қызыл деп алайық. Қызыл. Ағылшынша түстердің аттарын жазсақ болады осылай. Міне осылай. Енді сілтеме бар. Сілтеменің түсі әдетте көк түсті болады, color. Көкті ағылшынша blue дейді. Міне осылай. Енді ашып қараймыз қалай екен. Міне біз қалай жаздық солай тұр. Мынау жасыл түсті, мынау қызыл түсті, мынау көк түсті. Енді бұрында көк түс болып тұрады, сондықтан кішкене өзгертейік. Әдетте өзі ештеңе жазбайтын болсақ, автомат түрде көк түс болады. Defaultный нәтиже дейді, оны ағылшынша түсініктірілме айтатын болсақ. Енді мысалға мынаған жазайын. Қандай түстер бар енді ағылшынша? Мысалға алатын болсақ black деп алайық мысалға. Қара түс. Шыны керек ағылшынша түстерді білмеймін екен дұрыс. Мына жерде мысалы қара түс деп тұр, қара түс шығып тұр. Яғни CSS-тың көмегі арқылы белгілі бір элементке байланысты, белгілі бір элементпен осылай байланыстырады. Енді тегтің аты қандай, біз просто соны жазамыз. Мысалға, мынау параграф деп бастағам, параграф H1 ма, H1. Егер мысалға ол список болатын болса, мысалға UL Li немесе осылай болатын болса, мынаның атын жазамыз. Ал мынау керек болатын болса, мынаны жазамыз. Мысалға, мына былай жазатын болсақ, ол дәл осылай шығады. Осының түсі мысалға өзгерту үшін жай ғана мына жерде Li деп жазамыз, сол кезде оның да түсі өзгереді. Мына жерде мысалы ештеңе өзгермей тұр, себебі мына жерде оған біз ештеңе жазған жоқпыз. Мынаның түсі қандай болады, біз оны жазбадық. Li деп жазамыз, жай ғана мысалы color yellow. Color yellow. Енді ашып қарайық. Міне сап-сары болып тұр.
сап-сары, сондай сап-сары, кәдімгі күннің шуағында жарқырап тұр кәдімгідей. Енді бірақ CSS-та мынадай лайфхак бар, лайфхак дейікші, жарайды. Лайфхак бар. Мысалға бізге мынау қайталанып тұр бәрі. Оның бізге мүлде қажет жоқ. Мысалға алатын болсақ, мынадай жағдай туындауы мүмкін. Мынаның бәрінің түсі мысалға жасыл болу керек. Ал бізге қайталап жаза берген өте ыңғайсыз. Сондықтан не істейміз? Жай ғана үтір қоямыз. Мысалға үтір қоямыз, H1 деп жазамыз, үтір қоямыз, A деп жазамыз, және ли деп жазамыз. Және мынаның бәрін кетіреміз. Яғни үтір арқылы кетеді бәрі. Ашып қарайтын болсақ, міне көріп отырғанымыздай бәрі жасыл түспен кетті. Яғни бұл өте ыңғайлы және жазуды жеңілдетеді деген сөз. Яғни кез келген элементке доступты міне осылай алады. Осымен сабақты аяқтаймын. Келесі сабақта кездескенше.